Абдулланың үйленуі және өлімі. Арадан жылжып жылдар өтті. Абдулла көркем мінезімен жүріс-тұрысына сымбатты сай жігіт болды. Оған ынтық бойжеткендер де көбейе түсті. Жас жігіт мұны сезсе де білмеген сыңай танытып бақты. Баласының аяқтанар шағы жеткенін байқаған әке, ұлына жар боларлық бойжеткенді қарастыра бастайды. Әбдімүтәліптің өмірлік тәжірибесі бұл істе де дұрыс таңдау жасауына себеп болды. Бәни Зухра тайпасының ақсақалы Уахб ибн Әбдіманаптың қызы Әминаны баласына лайық деп білген, ол айттыра барады. Уахб Әбдімүтәліптің бұл өтінішін қуана қарсы алады. Амандық саулықтан соң Уахб: "Біз бұл ұсынысты сен келмес бұрын естідік. Әминаның анасы өткен түнде бір түс көріп, үйімізге бір нұрлы сәуленің енгенін, айналаның жап-жарық болып кеткенін көріпті. Менің де бүгін түнде түсіме бабамыз Ибрахим пайғамбар еніпті. Маған Әбдімүтәліптің ұлы Абдулла мен қызың Әминаның некесін мен қидым. Сен де қабыл еткейсің" деді. Уахбтың қызы Әмина ибалы да инабатты. Әрі шежіресі жөнінен де Құрайш қыздары арасында жоғары тұратын. Қай жағынан да Абдуллаға лайық еді. Жасы 14-тегі Әминаның нағыз толған айдай толысып тұрған шағы бұл. Абдулла болса 24-тегі қылшылдаған жігіт. Тойдың болғаннан боладысы қызық демекші, апыр-топыр екі жастың үйлену тойы өткізіліп, болашақта барша болмыстың сұлтаны болатын Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келетін шаңырақ құрылады. Үйленгеннен кейін арада бірнеше апта өткенде мынадай қызық жағдай шықты. Абдулланың жүзіндегі нұр Әминаның маңдайында жарқырады. Мұны көптің көзінен таса ету де мүмкін емес еді. Әмина дүниенің болашақ сұлтанына аяғы ауыр еді. Үйленгеніне бір ай толғанда Абдулла бір сауда керуеніне қосылып, Сирияға жол тартады. Бұл оның соңғы сапары еді. Араға айлар салып, керуен елге оралғанда, араларында Абдулла жоқ болатын. Тек оның қайтар жолда Мәдинада қатты сырқаттанып, жолға жарамайтын болған соң, нағашыларының жанында қалғаны жайында суыт хабар жетеді. Мұны ести сала Әбдімүтәліп ұлы Харисті Мәдинаға жолдайды. Алайда өзгермес тағдыр тағы да өз дегенін істейді. Ағасы келгенге дейін Абдулла о дүниелік болады. Бақытты әкеге дүние сұлтаны барлық ұлының нұр жүзін бір иіскеуді бұйырмайды. Абдулланың денесі Мәдинадағы Әди ибн Нәжарулдарының бірі Нәбиға үйінің ауласына жерленеді. Харис суық хабарды Меккеге жеткізеді. Мекке қайғы жамылып аза тұтады. Жас кәрі деместен өз қалауын жүзеге асыратын аяусыз ажал Абдулланың отбасына да ауыр соққы боп тиеді. Бүкіл меккеліктер аяулы ұлдарын жоқтап, көз жастарының көл қылады. Кенеттен болған қайғылы қаза әсіресе жас келін Әминаның қабырғасын қайыстырады. Күйеуін жоқтап, ботадай боздаған Әминаның ащы даусын естіген пенденің сай сүйегі сырқырамауы мүмкін емес еді. Ажал құрық салды да, мені тастап сен кеттің. Кебін киіп кетіпсің, оны қайдан білейін. Көзім жасын селдеттім, бүкіл елің ішінде. Тең келер пенде жоқ саған, мейірімді едің, кең едің. Сымбатты едің, ер едің, дос жаранның құрметтеп, аза тұтып қайғыма ортақтасып жатқанмен, керегі маған сен едің. Әмина осылайша зар еңіреп, жан-жарын жоқтап қалған тұста, құрсағындағы сәбиінің дүниеге келуіне 2 айдай ғана уақыт қалған. Абдулла үйленгелі аз ғана уақыт өткен. Сол себепті анау айтқандай мал-мүлкі де жоқ. Кенеттен дүниеден озған оның соңында қалдырғаны Үммі Әйман есімді күңі. 5 түйе, бірнеше қой, бір қылыш пен аз ғана күміс ақша. Ең маңызды мұрасы Алланың нәсібімен 2 дүниенің нұры болған қайырлы ұрпақ қалдырды. Міне нұрымен бар ғаламға жарық шашатын, адамзаттың құтқарушысы атанатын Әзірет Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассаламнен
артық мирас болуы мүмкін бе?